Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті мұхтарам жамағат, ағайын туыстар, Алла тағаланың мынау жақсы көрген күні, қасиетті жұма күні, иншалла, ниеттеріміз, тілектерімізді Алла қабыл етсін. Бұл дүниеде де, ақыретте де жүзіміз жарық болсын. Бүгінгі сөз қылайын деп отырған уағызымыздың тақырыбы болған жәннат барлығымызға бұйырсын деп тілейміз. Бұл дүниеде біздер Алланың жақсы көретін орны мешітте болсақ, қияметте пайғамбарымыздың қасында жәннатта бірге болып, мәре-сәре болып жүруді Алла нәсіп етсін дейміз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің өсиеттерінде әрдайым пенденің жәннатты естіге алып отыру туралы айтқан. Ла тәңсәу әл-азиматайни, екі ұлы нәрсені естеріңнен еш уақыт шығармаңдар деген. Олар не дегенде әл-жәннату вән-нар фәбәка деп келеді. Оның бірі жәннат, екіншісі тозақ деп көзіне жас алды дейді пайғамбарымыз. Расында да мүмин мұсылман адамның бұл дүниедегі барлық еңбегі әшкерленіп, ізгілікті іс жасаған адамдардың қол жеткізетін үлкен ұлы жетістігі ол жәннат. Бұл дүниеде өмір сүруіміздің негізгі мақсаты да қандай да бір ізгі амалдар жасауымыздың арғы түпкі тамыры да сол жәннатқа қол жеткізу. Бұл дүниеде қандай да бір пенде керемет істер жасап, керемет үлкен бір деңгейге көтеріліп, бірақ жәннатқа қол жеткізе алмаса, онда ол ешқандай да бір жақсылық көрмеген болады. Бұл дүниеде қандай да бір қиыншылықтар көріп, өмір сүрсе де, түп соңында жәннатқа барған адам ол ұлы нығметке кенелген болады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі. Алла тағала әрбір пендесін жаратқанда сол жәннатқа кірсе екен деген ұлы сүйіспеншілікпен жаратты. Сол жәннатқа кіру үшін Алла тағала пайғамбарлар жіберіп, өзінің кітаптарын түсірді. Онда көрсетілді қандай да бір істердің жәннатқа апаратындығын. Әлбетте, жәннатқа қол жеткізу ол оңай нәрсе емес. Қиын да нәрсе емес. Бәлкі де адам баласы нәпсісін тыйып, ақылға жүгініп, имандылықпен, ықыласпен әрекет жасайтын болса, жәннатқа кіргізуге Алла тағала Раббымыз уәде еткен. Иннал абрара лафи наим, астағфиру билlah. Шындығында құрметтілер ол жәннатта болады. Ва иннал фуджара лафи жахим. Шындығында бұзақылар, яғни жаман пиғылдылар, олар тозақта болады дейді Құдай сақтасын. Кім жәннатқа қол жеткізсе, ол ұлы нығметке қол жеткізген болады. Қасиетті Құран кәрімде Алла Раббымыз астағфиру билlah ва сари'у иля мағфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самауати вал ард уиддат лил муттақин. Асығыңдар Алла тағаланың кешіріміне, және де арасы, яғни Аллах тағаланың ол өлшемі аспан мен жерлердей болған жәннатқа асығыңдар деп Аллах тағала Раббымыз айтады. Тақуалар үшін әзірленген үлкендігі аспан мен жерлердей болған жәннатқа асығыңдар деп Раббымыз пенделеріне міндет еткен. Бұдан біз көреміз Раббымыздың пенделерінің жәннатқа кіргенін қалайды. Хадисі құдыста да айтады. Пенделер жәннат туралы айтып отырған кезде періштелерден Алла тағала сұрайды екен. Бұл пенделер не туралы әңгімелесіп отыр, не туралы айтып жатыр дегенде, енді хадисі құдыстың бір мағынасында жәннат туралы айтып жатыр дейді. Олар жәннатты көрді ме? Жоқ, көрген жоқ. Егер көрсе еді, көрсе қандай болар еді? Онда күндіз түні дамыл таппай сол жәннатқа қол жеткізу үшін әрекет еткен болар еді дейді. Расында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің қасындағы сахабаларының баршасы да жәннатқа кіру үшін бүкіл өмірін сарп етті. Қолдан келгенше әрекет жасады. Жәннат туралы айтатын болсақ, ол енді көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның жан дүниесі сезініп бітпейтін ұлы нығметтер бар. Аллах тағала Раббымыз кейбір
ішіндегі сол жәннатта болатын нығметтерді айтады. Оның барлығы сіздер мен біздердің түйсігіміз соған жеткеннен кейін сондай бір мағынада Аллах Тағала айтып отыр. Жәннаттың иісінің өзі 100 жылдық жерден адамға сезіле бастайды. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла Тағала айтады: "А'дату ли'ибади ас-салихина ма ла айнун рa'ат ва ла узунун сами'ат ва ла хатара ала қалби башар." Жәннатта Алла Тағала салих, ізгі іс жасаған пенделеріме мен сондай сыйлықтар дайындадым. Онда көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның жүрегі сезініп болмайтын сондай ұлы нығметтерді дайындадым деп Аллах Тағала айтқан. О жердегі қасиетті Құран кәрімдегі жаңағы аятта айтылғандай фиха анхарун мин маин гойри асин, өзендер болады. Ол жердегі сулар, өзендер ағып атқан сулар еш уақытта бұзылмайды, иіс шықпайтын сондай таза өзендер ағып атады судан. Ва анхарун мин лабанин лам ятағайяру таъмуху, сүттен ағып жататын өзендер болады. Ол да дәмі өзгермейтін сондай Алла Тағаланың өзендері. Және де анхарун мин хамрин лаззатин лишарибин, сусындардан, небір сусындардан өзендер ағып атады. Ва анхарун мин асалин мусаффа, таза балдан ағатын өзендер болады. Өзіңіз есептеп көріңіз, қандай да бір сүтті алатын болсаңыз, ол ашып кетуі мүмкін, немесе үйіп қалуы мүмкін. Ол жерде ондай түсінік болмайды. Адам баласының жасы 30 шамасында болады. Не қартаймайды, немесе ол жерде адам баласы ауру, қиналу дегенді сезбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Саидтан жеткен хадиста «Иза дахала ахл джаннати ал-джанната юнади мунадин», пенде жәннатқа кірген кезде сондай бір дауыс естіледі: «Инна лакум ан тасихху фала тасқаму абада». Періштелер айтады екен: сендер еш уақытта ауырмайсыңдар, денсаулықтарың да өте мықты болады дейді. Ва инна лакум ан тахяу фала тамуту абада. Сендер мәңгі өмір сүресіңдер, еш уақытта өлмейсіңдер. Ва инна лакум ан ташиббу фала тахриму абада. Сендер жас боласыңдар, еш уақытта қартаймайсыңдар дейді. Бұл жәннат әлбетте ұлы Раббымыздың пенделеріне берген ұлы нығметтері. Жәннатта Алла Тағала ұлы Раббымыз әрбір пендеге өзінің мекенін, орнын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай деп айтады: «Удхилтул жәнната», жәннатқа кіргізілдім дейді. Жәннатқа кіргізілгенде бір үйді көрдім дейді. Ол үйді көргенде сондай керемет, әдемі, не бір жақұт тастардан, не бір маржаннан жасалған тастар. Жай ғана шатырының өзі оның не бір үлкен таулар жетпейді деп келеді. 1000 есігі болады дейді, өзіңіз ойлаңыз. Жай ғана шатырының өзі. Ал үй болатын болса, сарай болатын болса, ол қандай керемет. Сонда ол үйді көрдімде сондай қызықтым дейді. Лиман хазал байт деп айтты. Бұл үй кімдікі деп сұрадым дейді. Сонда айтады: Лишабин мин Құрайш, бір Құрайштан болған бір жас жігіттікі деп айтады. Зоннанну аннаху али, ойладым дейді, ол менің үйім шығар, маған берілген шығар деп. Өйткені пайғамбарымыз Құрайш болған ғой. Ол кім, мен ба деп сұраған кезде, Ли Омар ибн ал-Хаттаб деп айтады. Омар ибн ал-Хаттабтың үйі бұл деп айтады. Міне сонда Омар ибн ал-Хаттабқа берілген үйдің өзіне пайғамбарымыз солай қызығып тұрған болатын болса, пайғамбарымызға қандай үй беріледі? Әрбір пендеге Алла Тағала сондай ұлы сыйлықты нәсіп етеді. Алла Тағала ұлы Раббымыз енді сол жәннатты нәсіп етсін. Ол екінің біріне бұйырмайды. Әлбетте 1000-нан тұлпарларға ғана бұйырылады. Ол үшін адамда шынайы ықылас, таза ниет, елпілдеген
іс-әрекет болу керек. Қандай іс болса да, я Алла тағалам, сенің ризалығың үшін мен осыны істеуге дайынмын деп әрекет жасайтын болса, Алла тағала ұлы Раббым ниетіне байланысты оны бұйыртып береді. Бір адамдарға Алла тағала ұлы Раббымыз жай ғана кішкентай бір итке су беру арқылы сол жәннатқа нәсіп етіп бұйыртқан. Шөлдеп атқан иттің аузына кебісімен құдықтан түсіп су алып беріп қайырымдылық жасағанына Алла тағала ұлы Раббымыз риза болып жәннатқа кіргізген. Жәннатқа баратын ең үлкен негізгі жол адамның іс-әрекет амалы емес, әлбетте ең бірінші таза ниет, ақ көңілі. Адамның мейірімділігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды, сонда сіз де өз амалыңызбен кіре алмайсыз ба дегенде, ол күні Алланың мейірімі түскен адамдарға Алла тағала мейірімін төгеді деген, жәннатқа кіреді деген. Алланың мейірімі кімге түседі? Хадисте айтылғандай, мән ярхам юрхам. Кім мейірімді болса, соған Алла мейірімді. Кім кешірімді болса, Алла тағала оған кешірімді. Кім қатыгез болса, Алла оған қатыгез. Біреудің айыбын ашса, Алла тағала ұлы Раббымыз оған ренжиді. Қияметтің күнінде адам баласы өзінің айыптары, әр қайсының айыбы бар. Сол айыбын бүкіл адамның көзінше ашады ғой деп ұялып, жерге төмен қарап, басын жауып тұрған кезде, өзінің айыбын айтып жатқан кезде, жан-жағына қараса, хадисте ешбір адам жоқ. Жеке өзінен ғана жаңағындай сұрақ алып жатыр. Сонда таң қалып сұрағанда, сен де ана жарық дүниеде адамдардың айыбын жасыратын едің. Міне, біз де сенің айыбыңды әшкерелі қылмадық деп Аллах тағала мейірімділігін төгеді. Сондықтан, құрметті ағайын туысқандар, жәннатқа баратын жол ілім жолы барлығымызға белгілі. Ол ата-ананы сыйлау, ата-ана жәннаттың аяғының астында дейді. Адам бір-бірін сыйлау, құрметтеу. Ең бастысы адамға мейірімділік, таза көңіл, жақсы іс-әрекет, амал. Әр адамға Алла тағала ұлы Раббымыз жәннатты әрбір іске бұйыртты. Бір адам ата-анасын сыйлау арқылы жәннатқа бару мүмкін. Бір адам көршісіне жақсы қарым-қатынас жасау арқылы жәннатқа бару мүмкін. Бір адам ілім алу арқылы жәннатқа бару мүмкін. Бір адам еліне, халқына таза қызмет қылу арқылы жәннатқа бару мүмкін. Бір адам сауданы таза, адал жасау арқылы жәннатқа бару мүмкін. Әрбір ізгілікті амалдың астында сіздің тағдырыңыз жазылып тұр. Сіз сол ізгілікті амалдардың әр қайсынан өзіңіздің жәннатыңызды іздеп, әрекетіңізді қылуыңыз сіз бен біздерге міндет. Енді ағайын туысқандар, уақытымызда болып қалған екен, ақсақалдарымызға денсаулық берсін. Жастарымыз еліміздің, дініміздің абыройын көтеретіндей парасатты, даналықпен, тек қана өзіміздің күйбің тіршілікті ғана емес, елді, халықты, болашақты ойлап, қолымыздан келгенше ізгілікпен, парасатпен өмір сүріп, иншалла, жәннатқа қол жеткізуді нәсіп етсін деп тілейміз. Амин. Бирахматика.